안녕하세요 여러분, сіздермен бірге Молли Сэм. Бүгін біз сіздермен бірге хангыл, яғни корей алфавитінің жазбаша түрін үйренетін боламыз. Біздің сен сүйетін хангуо курсының алғашқы сабағын ютубтан көрген болсаңыздар, мен ол жерде сіздерге компьютерлік нұсқасын, яғни баспаша нұсқасын түсіндірдім. Ең алғашқы әрпіміз дауыссыз әріптерден бастайық. Ең бірінші чағым. Бірінші әрпіміз киок. Киок әрпі к немесе г деп оқылатын киок әрпін мен сіздерге былай жазылады деп үйреттім. Мынау бізде киок әрпі. Енді бұның жазбаша форматы қалай болады екен? Жазбаша нұсқасында кәрістер бұл әріпті негізінен былай жазылады. Былай. Енді бұл жерде сіздерге беретін кул тип дейді ғой, яғни лайфхагым. Кәрістер бізде дауысты әріптерді біз тұратын әріптер, жататын әріптер деп бөлдік қой. Тұратын әріптермен келген кезде, мысалға а әріпін алайық, киок әріпі былай, кішкене сызығы былай қисайып жазылады. Осылай жазады. Ал жататын әріптермен келген кезде киок әріпі былай қысқа болып жазылады. Көрдіңіз бе? Жататын әріппен келген кезде былай, тұратын әріппен келген кезде сәл былай солға қарай қисайтып жазасыз. Екінші алфавит бойынша осы сан киок әрпіне екі еселенген к, жоғары интонациямен оқылатын киок әрпіне тоқталайық. Мынандай әріп, жазған кезде кәдімгі осы к әрпін былай қатты жақындатып жазасыздар деп үйреткен болдым. Бір сызық, екі сызық. Енді бұның жазбаша форматы қалай болады? Бұның жазбаша форматы жоғарыда кәрістер к-ні былай жазылады дедім ғой. Енді соны жай ғана екі еселеп. Мынау бізде кәрістердің киок әрпі. Көрдіңіз бе сіз қаншалықты мынау менен мынаның айырмашылығына? Сол секілді көбінесе кәрістердің сіздер почерктерін оқыған кезде түсінбей жатасыздар. Әр қарай бізде деммен оқылатын киок бар, үшінші дейік. Бұл жазылуы былай 1, 2, 1, 2 еді. Ал кәрістер бұл әріпті қалай жазады екен? Тоже өте оңай. Жоғарыда киок әрпін жазғандай. Не бұл біздің к әрпіміздің придихательный к әрпінің жазылуы. Келесі төртінші уже тигіт әрпіне көшейік. Тигіт бізде т немесе д деп оқылатын әріп. Негізгі жазылуы 1, 2, 1, 2 деп үйреткен болатынмын. Ал кәрістер бұл әріпті қалай жазады екен? Кәрістер бит жазады. Мынау міне. Бір сызық, екі сызық, бір сызық, екі сызық. Т әрпінің жазбаша нұсқасы. Кішкене құсайды, бір жағынан қарасаңыз, нәжіне домалық болып кетсе, иың әрпіне құсап кетеді. Келесі осы т әрпінің енді придихательный нұсқасына келейік. Бесінші. Ол бізде мынандай еді, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Жазылу нұсқасы осылай еді. Бұл әріпті жазатын кезде жазбаша нұсқасын тура жоғарыдағы тигітті сызасыз и былай. Былай. Не, т әрпінің жазылуы, немесе тағы да бір басқаша жазылу жолы бар. Ол қалай болады екен? Шүк, шүк, шүк. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Осылай да жазып жатады. Мынау негізгі заңмен бекітілген баспаша нұсқасы болса, мынау кәрістерінің почерк нұсқалары осы екі формасы. Келесі алтыншы. Бізде енді екі еселенген тигіт әрпі бар, сан тигіт. Жазылуы кәдімгі мына тигітті бір-біріне жақындатып 1, 2, 1, 2 жазасыз. Енді бұл әріптің жазылуы қалай болады екен? Бұл әріпті кәрістер Z секілді жазады. Мына тигіт әрпінің жазбаша нұсқасы. Келесі жетінші әрпіміз бізде пип әрпі. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жазылу негізгі бұл заңмен бекітілген, мен сіздерге алфавит сабағында үйретілген нұсқасы. Бұны енді кәрістер қалай жазады екен? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Мынау бізде пип әрпінің жазбаша нұсқасы. Негізгі баспа нұсқасында қанша? 1, 2, 3, 4 сызғы. Бұлар тез жазған кезде кәрістер 1, 2, 1, 2 деп жазады. Сегізінші. Придихательный деммен оқылатын пип әрпі. Ол 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 етіне. Кәрістер біріншіден бұлай жазу мүмкін. Бұлай. Бұл бір нұсқасы. Келесі бұл әріпті жазу нұсқасы 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Яғни біреуі бізде 1, 2, 3 болса, екіншісі біреу, екеу, үшеу. Осындай нұсқалары бар.
Жалпы бұл әріп қатты қиын емес деп ойлаймын, өйткені өзінің баспа нұсқасына ұқсас, иә. 9-шы әріпке тоқталайық. 9-шы енді осы сан пип, иә, мына пиптің екі еселенген нұсқасы жоғары интонациямен оқылатын. Оның жазылуы былай еді, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8 сызықтан тұрушы еді, иә. Ал енді бұл әріпті кәрістер жазбаша түрде қалай жазады екен? Бірінші формасы жоғарыдағына пипті жазған секілді, соны 2 рет қылып жазады, иә. 1, 2, 3, 4. 8 еді. 4 қана сызықпен жазылатын болып шықты жазбаша формада. 1, 2, 3, 4. Бірінші жазбаша түрі кәрістер жай ғана былай мінекей. 1, 2, 3, 4. Жақ қатты дәу болып жатыр. Нем? Мінекей. 1, 2, былай істей салады. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай да жаза салады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 түрі, 5 түрлі сызықтан немесе былай. 1, 2. Келесі 10-шы әріпіміз бізде счет әрпі, иә. Мұны жазған кезде былай жазушы едік. 1, 2, 1, 2 деп. Кәрістер бұны жазбаша түрде ешқандай қатты айырмашылығы жоқ, бірақ көпстеріңіздің жіберетін қателеріңіз оны былай жазып қоясыздар, үшбұрыш сияқты, тау сияқты былай. Олай емес. Жазбаша форматта жазған кезде кәрістер былай жазады. Мінекей, мына жерде кішкене на екеуінің арасында осындай не болу керек? Ара қашықтық болу керек. Яғни бірінші сызықты ұзынырақ қылып сызасыз да, былай. Сонда кәрістердің нағыстысына счет әрпіне ұқсас болады. Яғни былай жазбаңыздар, иә. Бұл қате. Келесі 11-ші сан счет, яғни жоғарыдағы с әрпінің жазылуын екі еселеп жазсақ дұрыс форматы шығады. Сан счет, иә. Не дәл осыны осылай жазасыздар. Немесе бір сызық былай, былай. Бір сызық былай, былай. Счет әрпін осылай да жазып жатады. Жалпы қатты қиналмай, жай ғана былай, 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 былай жаза берсеңіздер болады. Жоғарыдағы ең бастысы ұмытпаңыздар, бірінші сызықты сәл үлкенірек, екінші сызықты соның на жағынан бастап сызамыз. Сонда счет болады. Мысалға, сыдан басталатын қандай сөз бар, иә? Мысалға, сан. Сан деген секілді. Екінші бізде қандай әріп еді? Дұрыс. Чет әрпі, иә? Чет. Бұл бізде 1, 2, 1, 2 деп жазылушы еді. Ал енді бұның жазбаша формасы, міне, кәрістер осылай жазады. Қатты айырмашылығы жоқ, е, жазбаша формасының. Немесе былай да жазып жатады. Деп былай сызып, мына жерге қосып. Немесе мына жердегі кіні қайтылы тіке сызықтармен емес, былай жазсаңыз, жазбаша форматқа көбірек ұқсайды, иә, мынау. Ары қарай 13-ші әрпіміз бізде осы чит әрпінің придыхательный, иә, деммен оқылатын нұсқасы. Ч әрпі былай бізде негізі жазылу формасы былай деп үйреттім, е, сіздерге. 1, 2 деп. Кәрістер бұны қалай жазады? Кәрістер бұл әріпті ең біріншіне мына сызықты былай бестіп жазып жатады. Былай істеп. Неде баспаша формада былай бейтіп сызық болып тұрғанменен кәрістер бұны төбесіне былай қойып жазады. Немесе былай істеп, мына сызықты былай сызып, сосын былай сызып та жатады. Көбінесе қайсы қолданылады десеңіз, міне мына нұсқасы. Оңай, иә? 14-ші жазбаша әріпіміз осы чит әріпінің сан чит, иә, екі еселенген жоғары деммен оқылатын нұсқасы. Ч. Бұл бізде 1, 2, 3, 4 еді, иә, жазбаша, баспаша түрі. Бір түрі мынадай, былай, былай да жазып жатады. Бір сызық, иә, осылай жазып жатады. Бұл бір жазылу түрі болса, екінші жазылу түрі, мінекей, былай бірнеуін сызады, мынаны үлкен етіп сызады да, осылай да жазып жатады. Негізі меніңше ең оңай нұсқасы, мынау жоғарыдағы жайшының жазылу нұсқасы, соны 2 рет бір-біріне жақындатып жазған. Былай. 15-ші әрпіміз нейін әрпі. Нейін әрпі тоже қиын емес, оңай әріптердің біреуі, өйткені оның жазбаша нұсқасы осы баспаша нұсқасынан қатты айырмашылығы жоқ. Міне былай жазасыз, кішкене былай жазасыз, бірақ мынадан қатты алыстап кетпейді, сондықтан бұған тоқталмаймыз, иә. 16-шы әріпіміз осы енді қиындау әріптердің біреуі, бұл рейл әріпі. Оның баспаша нұсқасы 1, 2, 3 деп үйреткен мен сізге. 1, 2, 3 деп үйреттік сіздерге.
Бұны оқушылар бізде бұлай жазып жатады. Бұлай барлығын бірге жазып жатады. Негізгі официальный жазбаша дұрыс нұсқасы не? Киок әрпі, сызық, нейін әрпінің қосындысынан жасалған. Бұлай 1, 2, 3. Жазылу нұсқасы осы баспаша. Ал жазбаша нұсқасында кәрістер бұны қалай жазылады? Бұлай жазып салып жатады. Мынау бір нұсқасы. Бұлай. Екінші бір нұсқасы, мысалға, мынау жоғарыдағы өзінің официальный жазылу нұсқасы бар ғой, 1, 2, 3 дегенде, осыны тесте жазғанда шыққан. Мысалы, 1, бұлай. Мынау кәрістердің риел әрпі. Мысалға, 1, яғни 1 дегеніміз мынадан шыққан, екінші мынаны бұлай істей салған. Мынау риел әрпі кәрістердің. Неке, 1, мысалға, ра-мен. Жақсы. Яғни нары менен нарының айырмашылығы қатты үлкен. Сондықтан оқыған кезде студенттер кәрістердің жаңағы почеркін көрген кезде мынау қандай әріп, мен бұндай әріп үйренген жоқпын ғой деп шошып жатады. Бірақ шошымаңыздар, осы видеоны көргеннен кейін сіздер кәрістердің почерктерін оқи алатын боласыздар. Келесі 17-ші бізде иың әріпі. Иың бұлай етіне домалақ. Иың сөздің басында оқылмайды, сөздің басында оқылмайды, соңында келсе ың болып оқылатын иың әріпі. Бұлында тоже ешқандай қиындығы жоқ. Осылай жазып жатады, кішкене бұлай. Кішкентай ғып, кейбіреулер дәу ғып, әрқалай жазып жатады. Бұның жалпы еш қиындығы жоқ. Келесі 18-ші әріп бізде миым әріпі, м болып оқылатын. Бұл бізде қалай жазылушы еді? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Негізгі жазылу нұсқасы осы, 1, 2, 3. Төмен қарай бір сызық, киок және бір сызық. М. Бұны біздің студенттер бүйтіп жазып, бүйтіп, немесе бүйтіп, әйтеуір төртбұрышты салып жатады, Бірақ олай жазғаннан гөрі мынау өзінің жазылу формасымен жазсаңыз ыңғайлы. Ал енді жазбаша формасы қалай? Жазбаша формасы кәрістер сызық, былай. Біздің ағылшынның д әрпіне ұқсайды, Осылай жазып жатады м әрпін, немесе сызық, яғни м әрпі. Сызық, не, осылай м әрпінің жазбаша нұсқасы, бір нұсқасы, екінші нұсқасы. Келесі 19-шы әрпіміз қандай? 19-шы әрпіміз хет әрпі. Ол былай етіне 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Етін. Бұның жазбаша нұсқасын мен сіздерге бірінші жазбаша нұсқасын үйретіп кеткен болатын, алфавит сабағында. Мына сызықты былай жеке сызбай, былай сызасыздар деп. Міне, осылай. Бұл бір нұсқасы болса, көбінесе мінеке былай сызып, кәрістер көрдіңіз бе? Қолын алмай, мынаны сызды, сразу домалақты. Былай. Мінеке, былай жазған қарағанда былай жазсаңыздар, сіз нағыз кәрістер секілді жаза аласыз біріншіден. Екіншіден олардың қол почерктерін оқи алатын деңгейге жетесіз. Жалпы осы 20-шы деп қоям. Жалпы біз кәріс тілінде қанша 40 әріп бар ғой? Оның 19-ы дауыссыз, 21-і дауысты. Біз сіздермен бүгін дауыссыз әріптер, яғни чаым дауыссыз әріптердің несіне жазбаша нұсқасына тоқталдық. Келесі жолы біз сіздермен дауысты әріптерге үйренетін боламыз жазылу формасы. Салсын десеңіздер, осы видеоға лайк басып, коммент қалдырып кетсеңіздер болады. Келесі сабақта көріскенше, onaru ni o kikaji, tame bayo.